Бүгін 8 сыныптар арасында үлкен жобамыз басталғалы отыр. Жобамыздың тақырыбы оқушыларға көркем шығарманы оқу арқылы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу. Мақсатымыз оқушылардың педагогикалық мәдениетін арттыру, ұлттық құндылықтарды дәріптеу ойларына сіңіру. Және өзіміздің сыныптар ішіндегі жобамыз ана жүрегі мейірімділік ошағы. Сынып оқушыларына Оралхан Бөкеев ағамыздың апамның астауы әңгімесі және Қарауылбек Қазиевтің менің шешем әңгімесі және Төлен Әбдіковтің қонақтар әңгімесі оқуға берілген болатын. Алты анадан туады деп бекер айтпаса керек ана бабаларымыз. Осы бір ауыз сөздің өзі ана деген құдіреттің қандай екенін көрсетіп тұр. Әлемде қаншама мейірім атаулы болса да, сонша мейірім ананың баласына деген кішкене мейірімінен жете алмайды. Ол құдірет, ол шексіз махаббат, ол ғаламат сезім. Қазақтың көрнекті қаламгері Оралхан Бөкейдің шығармашылығы мен бүкіл қазақ оқырмандары өте жақсы таныс десек қателеспейміз. Жазушының апамның астауы атты әңгімесін сезімсіз оқу мүмкін емес. Бүкіл жан дүниеміздің терең қатпарын қозғап, жанымыздың түкпірінде жасырынған анаға деген махаббатымыз одан сайын арта түседі деп есептейміз. 8 сынып оқушылары берген тапсырма апамның астауына кішкене үзінді. Ол өзінің өмірінде болған сондай бір қызықты, қайталанбас, ұмытылмас сәттердің бір бөлшегін сипаттап жазады. Бұл шығарманың негізгі идеясы апаның, ананың ыстық махаббаты мен қайталанбас сезімі. Бүкіл қорғап, жаныңызға тербеленген, жасырынған анаға деген махаббатын оята алады. Және де бұл шығармада салт дәстүрлер туралы айтылған. Ол салт дәстүрлер қазіргі уақытта жойылып барады. Яғни ол салт дәстүрлерді қолданатындар аз демесек көп емес. Оралхан Бөкей бұл шығармада өзіне ыстық болып кеткен ер мінезді апасы туралы сыр шертеді. Ол кезде мен бала едім. Апам жастау еді. Әке шешеміз қиыр жайлап, шет қонып, мал соңында жүретін де, айында жылында ғана болмаса, бет жүзден үнемі көре бермейтінбіз. Кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де, бейбіт тірлігі жар жағасында отырған жалғыз үй әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған тоқал ағаш тамның маңайы қысы жазы жыбырлаған, айқайлап шулаған балалардың базарына айналатын. Апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның артынан қалмай, бүлкек деп, құлында еріп ер жеттім. Қашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, енді мені елдің күйік шалған әдемі ажар. Кимешегінен дудырап шығып тұрған қап-қара бұйра шашқыны. Апам Алтайдың арғы бетіндегі керей елінің қызы. Әкесі аса бай болған, текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы. 15-ке толған соң, іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сыңсыта ұзатқан екен. Апам өз заманның аса көрнекті қызы, әрі 10 саусағы өнер апам, бұлсаға көрген бірер жынана, маңғаз инабатты пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан тек қонақтар келіп, тай сойып, тайғаздан ет ашып жатқан жақта, жері шашаға отты үрлей беріп дегенде, апамның шылаушына шалат дейіп, лап етіп жанады. Кимешегінен шықтың бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі де ізгілікті жақсы жігіт болған. 6 ай емдетіп, шыбыр жанымын алып қалыпты. Келіншегім жарып-жар болып қалды деп кезексенбей, тату-тәтті өмір сүріпті. Фирмадан жұмсата келді. Асқа отырайық. Қош келдіңіз. Астан алып отырыңыз. Ас жүрген жерде бата жүреді. Қолдарыңды жайыңдар.
Сұрасаң бата берейін, үстен босын берейін. Ықыласпен қол жайып, ақ тілекпен төгейін. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйлеріңе әкелсін. Дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын. Қорада толған қой болсын, үйлеріңде той болсын. Жорыт қанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын. Әрқашанда алдыңнан жарқыраған жол болсын. Қазандарың майлы болсын, көліктерің жайлы болсын. Өздеріңе не тілесеңдер, соның бәрі қабыл болсын. Аумин. Жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауыздан тазартып отыр екен. Сонда маған айтады екен деймін, құдалар берген оң-соңды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім. Ертеңінде мазам болмай, көңілсіз ояндым да, әйеліме демалысқа шығайық, ауылға барайық, апам түсіме кіріп жүр, сен таза матадан көйлек сатып әкел деп еді. Ертеңінде ескі қораның жанында төңкеріп жатқан апамның жарық астауын алдым да Алматыға қайттым. Апам менің, сенен не қалды, жарық астау ма? Я, адам өмірде сол жарық астау секілді қаңсып қалады екен ау. Өлең жаздым. Өлеңімді қабыл алыңыздар. Әже, сені сағындым. Шабыт келіп жыр жазайын тағы да. Асыл әже, мен өзіңді сағына. Сен жоқсың, тек осылай жыр жазам. Күнігі мына тағдыр заңына. Асыл әже, мен өзіңді сағындым. Жылы жүзің, сұлу мөлдір көзіңді. Ақылың мен сөздеріңді еске алып, мен күштірек сезінемін өзімді. Мүмкін болса уақытты өткен қайтарар. Сонда менің мына жаным жай табар. Әжетайым бар еді ғой сөздерің. Әжетайым еркелеткен кездерің. Шабыт келсе тулатады бойымды. Өлең менен жеткіземін ойымды. Әжетайым сағыныштан өзіңе, жыр құрадым жүрек жарды сөзіңде. Бағаламай өткен сәтті өзіңмен. Сен ойласам жас шығады көзімнен. Әжетайым сағыныштан өзіңе, жыр құрадым жүрек жарды сөзіңмен. Жасмина деп қойдың өзің атымды. Әрбір сөзің бағалы еді татымды. Сағынғанда мен өзіңді әжетайым, жолдап тұрам жырдан құрап хатымды. Қараұлыбек Қазиев «Мен шешем» атты шығармасында өзінің өмірі жайлы айтып өткен. Бұл шығарма соғысшылардың уақытында жазылған еді. Қараұлыбек Қазиев «Мен шешем» атты шығармасында өзі жайлы және де қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігі мен өмірі жайлы айтып өткен. Түреген, заттарын шашық, ашық қалды. Ошақтағы отта өшірусіз. Сексеуілде кіргізілген жоқ. Бұзауында байлау қалпында. Түреген, арбада келіп қалар. Мен кеттім. Заттарына ықтиятты бол. Жылдар ғой. Үйдің іші суық. Үйде бір қуыс ұн табылса ғой шіркін. Менің қатты қарным ашады. Күні бойы анамды күтумен жүремін де тұрамын. Үйде сықыр еткен дауысқа елеңдеймін де отырамын. Анам болса, аяғының барлығы қызыл-қызыл қан болып маған кіреді. Жүрегімен әлі тосып отырмысың? Анашым, маған нан тауып берші, нан жегім келіп тұр. Қайдағы нан, қатықсыз қара су болса да шүкіршілік етейік. Мына Германды жеңіп. Анашым, менің нан жегім келіп тұр. Құлыным-ау, қайда кеттің, мұнда кел. Сәлеметсіз бе? Қал-жағдайларыңыз қалай? Қал-жағдайымыз жақсы. Қал-жағдайларыңыз жақсы десеңіз, кішкентайларыңыздың қарны ашып қалған жоқ па? Кішкентайларыңыз нешеу еді? Жалғыз ғана қара балам бар, ер жетіп қалды. Анамның қиындыққа төтеп берер демесіз жігіт қой. Оныңыз да жақсы екен, әйтсе де қарны ашып қалмасын. Ал біздің қазіргі жүргеніміз осы, тапқанымыз майдандағы әскерлер мен отбасылы жасөспірімдер үшін ғой. Көп балалы аналар болмаса, жалғыз ғана баламызды өзіміз-ақ асырай аламыз. Оныңыз да сонда кеңсеге келеміз, ақылдасып келе жатамыз. Ас жырып бағыңыздарша, ас жасаңыздар, фашистердің өздері быт туғалы отыр. Не кесіп шықтаңыздар? Жарайды, сау болыңыздар, рахмет. Анашым, бұлар кімдер? Бұл үкіметтен келген көмек берушілер ғой. Қазіргі тапқандары мынау қара нан екен. Осыны жеп күн көре отырайық. Анашым, қайда кетіп бара жатырсың?
өзіме шашылмағын, байырғы берекенді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына, өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басыма. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше сен бақыттысың, тербете бер, Құбаталдан елген бесігімді. Білет жарылғаудың қамет, ізет абырой бағдәулет, қыдыр қарап бақ болсын. Әуел Алла оңдасын, пайғамбар болсын жолдасың. Өткендерді ойласам, Алла өзі қолдасын. Басыңа Алла бақ берсін, баянды қылып нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды дәл өзгеге алып берсін. Тәңір берген несібең тепкілесе кетпесін, көре алмаған дұшпаның мұратына жетпесін. Аманда болсын мал басың, еш жамандық болмасын. Шүкіршілік ет үйіңде, балаларың көп болсын. Көрген шаттығың сол болсын, берген батам сол болсын. Құбаллақта қуатын мәсін, әлхамдуллахтың бір кезінесін. Апа, сұрақтарымыз салт дәстүрге байланысты. Сүйінші дегеніміз не? Сүйінші дегеніміз? Келгенде оған сүйінші береді. Мысалы, бала дүниеге келеді, оның алыс туысқандарына ат шаптырып жіберіп, хабар айтқызады. Сол адамға сүйінші береді. Яғни қалағымыз. Дұрыс деп жауап береді. Кесер дегенімізді қалай түсіндіресіздер? Қол кесер дегеніміз бұл бізде үйге келіп мал сойып беруші адам. Оған сияпатпен мойыншақ деген затты беріп жібереді. Ол жаңағы сойған адамға берілетін зат. Сыбаға. Жарайды, дұрыс. Сол кісіге берілетін сыбаға деп